Қазақ тілі 2-ші сынып 5-ші сабақ Атамұра баспасы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы у дыбысының дауысты және дауыссыз болып айтылуы. Бүгінгі сабақта сен мәтіннің мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастырасың, оларға жауап бересің. Олай болса, бастайық. 17-ші жаттығу мәтінді түсіну оқы. Дала гүлдері. Бұл ертегі Балдырған журналынан алынған. Бұл ертегі түсінікті болу үшін мен сендерге бұл мәтінді суреттер арқылы көрсететін боламын. Далада өсіп тұрған бәйшешек пен бақ-бақ бір-бірімен таласып қалады. Ең әдемі гүл менмін, ең бірінші өсіп шығып, көктем келгенін қабарлап елді қуантамын дейді. Жоқ, ел мені жақсы көреді. Өйткені менің 2 бас киімім бар. Біріншісі жайнаған сары гүл, екінші үлпілдеген үкілі бөрік. Осылай бәйшешек пен бақ-бақ бір-бірімен таласып қалды. Сол кезде таласпаңдар, сендердің екеуің де әдемісіңдер, естерің де керемет. Екеуің қатар тұрғанда даланы жайнатып, естерін адамдарға қуаныш сыйлайды деп атай айтқан болатын. Содан бері бәйшешек пен бақ-бақ таласпайтын болыпты. Балалар, мәтін түсінікті болған шығар, иә сендерге? Олай болса, осы мәтіннің мазмұнына қарай сұрақтар құрастырып, оларға жауап берейік. Бірінші сұрақ бізде бәйшешек бақ-баққа не деді деді? Бәйшешек бақ-баққа мен ең әдемі гүлмін, себебі мен бірінші өсіп шығамын деген болатын. Енді келесі сұрақты өзіміз құрастырайық. Бәйшешек не деп мақтанды? Бәйшешектің мақтанған жаңа айттық. Бақ-бақ не деп мақтанды? Бақ-бақ болса, балалар, халық мені жақсы көреді, себебі менің 2 басым бар. Біреуі гүлім, біреуі жапырағым деп мақтанған болады. Қария 2 гүлді қалай татуластырды? Қария екеуіне де жақсы екендерін, екеуінің де қасиеті әдемі екенін, және екеуінің исі керемет екенін, екеуі бірге тұрып, табиғатты одан бетер көріктендіреді туралы айтып, екеуін татуластырған. Яғни осы сұрақтар арқылы біз жаттығуды жалғастыра аламыз. Тағы да бір сұрақ құрастырып жіберейік. Ертегі балаларды неге үйретеді? Ертегі балаларды бір-бірімен дос болуға, ешқашан ұрыспауға үйретеді. Және мақтаншақтықтан сақтану керегін ескертеді екен. Енді балалар, осы мәтінде кездесетін у дыбысы бар сөздердің астын сызайық. Бізде мәтін бойынша 4 түрлі сөз бар. Бірінші қуантамын, екеуінің, екеуің және қуаныш деген сөздер кездеседі. Яғни бұлардың түбірін алатын болсақ, қуаныш және екеу. Қуаныш деген кезде бізде у дыбысы дауысты болып тұр, екеу деген кезде у дыбысы дауыссыз дыбыс болып тұр екенін анықтадық. Келесі 19-ші жаттығу суреттегі гүлдермен аттас қыздардың есімдерін тауып көр, сөздермен 2 сөйлем құрап жаз. Бізде бірінші раушан гүлі, екінші қызғалдақ гүлі берілген екен. Енді осыларға сәйкес сөйлем құрайық. Раушан аулада балалармен ойнады. Айжан мен қызғалдақ сабаққа бірге барды деп сөйлем құрастыра аламыз. Келесі 20-ші жаттығу сөздерді буынға бөліп оқы. У дыбысы дауысты ма, әлде дауыссыз ба, дәлелде қалаған сөзімен сөйлем құрап жаз. Бірінші бізде уыз дегеніміз көже. Келесі бұл жерде уыз деген сөзде у дыбысы дауыссыз. Келесі бізде уылдырық, бұл балықтан алынатын осындай кішкентай дөңгелек жұмыртқалар. Бұл жерде у дыбысы дауыссыз болып тұр. Умаждау дегеніміз бір нәрсені алақанмен умаждау. Яғни осы суреттегідей майыстыру. Бұл жерде у дыбысы дауыссыз болып тұр, және соңғысында улы саңырауқұлақтар болады. Көбінесе орманда алған кезде әсіресе саңырауқұлақтарды, жидектерді байқап жүру керек. Улы деген сөзде де дауыссыз болып тұр. Яғни бұл сөйлемде берілген 4 сөздің барлығында кездесетін у дыбысы дауыссыз. Соңғы 18-ші жаттығу бұл үй тапсырмасы. Өлеңді көшіріп жаз, у дыбысы бар сөздердің астын сыз. Қалқымызда қыздар көп, еленген гүл атын. Әпкем аты Раушан, қарындасым Жауқазын. Бұл жерде у дыбысы бар 2 сөз, Раушан және Жауқазын. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау бол.